Сәлем достар! Бүгін сіздермен барлық ас үйден табылатын азық-түліктерден жасалған осындай салаттың рецептісімен бөлісемін. Салаттың жасалу жолы оңай, сол үшін видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Қане, кеттік! Ол үшін бізге 350-400 грамм қырыққабат қажет. Қырыққабатты алдын ала жуып, тазалап аламыз. Салаттың толық рецептісін видеоның описаниесіне қалдырып кетемін. Қырыққабатты осылай бөліктерге бөліп, солонка қылып тураймыз. Қырыққабатты турап болғаннан кейін осылай қолымызбен жайлап еземіз. Шамамен осылай езіліп, соғы шығып, көлемі кішіреюі қажет. Енді қиярды екіге бөліп, оларды да майдалап тураймыз. Қызанақты да екі бөлікке бөліп, қажетсіз жерлерін алып тураймыз. Дайын болған салатымызға жарты ас қасық тұз, 2 ас қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болды. Рецепт ұнаса, сіздер де жасап көріңіздер. Видеоға лайк қойып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.